Саламатсыздар ма? Мен Қараөзен мектеп-лицейінің мектеп-алды сыныбының тәрбиешісі Манзия Мұқасқызы. Менің тәрбиеленушілерім Мархаба, Қайнар, Хақназар, Айлин және Мираспен бірге сабын микробтарды қалай қуады тақырыбында зерттеу әрекетін жасап, микробтың адамға зияны мен одан құтылу жолын анықтайтын боламыз. Балалар, микробтар туралы білгілеріңіз келе ме? Ендеше бүгінгі біздің зерттеу іс-әрекетімізде біз микробтардың туралы түсініп алып, сабын микробтарды қалай қуатындығын айтатын боламыз. Микробтар деген адамның көзіне көрінбейтін өте ұсақ тірі ағза. Ол біздің денемізде, ауада, топырақта, суда, жеміс-жидектерде барлығында жүреді. Сондықтан біз микробтардан қашып, денемізді таза ұстап жүруіміз керек. Микробтарға бактериялар, саңырауқұлақтар және вирустар жатады. Қазір алдарыңыздағы микроскоптан вирустарды микробтарды көріп алайық. Қарай қойыңыздар. Көрдіңіздер ме? Міне өте ұсақ, тек қана микроскоппен ғана көре аламыз. Микроскоптарыңызды бері қарай қойыңыздар. Енді зерттеу әрекетімізді жасауға кірісетін боламыз. Ол үшін алдарыңызда стакандағы суларыңызды мына шыны ыдыстарға құйып алыңыздар. Төгіп алмай, асықпай құйып алыңыздар. Енді мен осы суларыңызға қара бұрыш саламын. Сол бұрыштарды қасықпен араластырыңыздар. Араластырамыз. Жақсылап араласты ма? Жақсы. Қолғаптарыңызды шешіп, енді екі қолымызды осы шыны ыдысқа батырамыз. Яғни микробтар суға қолымызды саламыз. Не көрдік, балалар? Не көрдік? Микробтар қолымызға жарасып жатыр. Ал енді қолымызды алайық. Мен қазір сіздерді қолдарыңызға сұйық сабынды тамызамын. Жақсылап қолдарыңызға жағып алыңыздар сұйық сабынды. Содан кейін қайтадан осы сабынды қолымызды осы шыны ыдыстағы суға қайтадан салатын боламыз. Жақсылап қолдарыңызды. Ал енді салыңыздар, суға қайтадан салыңыздар. Не көрдік? Қашып жатыр, дұрыс. Сонда қандай қорытынды шығады екен? Жақсы ала қойыңыздар, қолдарыңызды алыңыздар. Ал не, қандай қорытынды айта аламыз осы тәжірибеге қарап, не айта аламыз? Сабын не істейді екен? Микробтарды қуады екен. Микроб дегеніміз сабыннан яғады екен. Қашады екен, дұрыс айтасыздар. Міне, біздің денеміздегі, ағзамыздағы микробтарды сабында жуып арқылы арылтып аламыз екен. Сонымен қатар тағы не істейміз? Жемістерді жуып жеу керек, дұрыс айтасыздар. Ойнағанда, құмда ойнағанда, топырақта ойнағанда, ойыншықтармен ойнағанда микробтар ағзадан ағзаға қолдан жұғады. Сондықтан үнемі қолымызды жуып жүруіміз керек. Қазір елімізде қызылша ауруы өршіп тұр. Қызылша деген жаңағы адамның денесіне түскен микробтардан қышып, бөртіп шығатын бөртпе ауруы. Сондықтан денеміздегі жеке гигиенаны сақтап, тазалықты сақтау үшін не істеп жүруіміз керек екен? Қолымызды сабында жуып жүруіміз керек екен. Жақсы. Ұнады ма сіздерге тәжірибе? Сау болыңыздар.